Сәуірдің соңғы күндері дала бір сәтте өзгеріп сала береді. Кеше ғана жылынған жерді бүгін ызғарлы жел қарып өтеді. Дәл осы кезде кең далада киіктер төлдейді. Жаңа өмір дүниеге келеді. Әлсіз, қорғансыз, бірақ үмітке толы. Ал сол сәтте жыртқыштар да аңға шығады. Аш қасқырлар әлсізді іздейді. Бірақ табиғаттың өз заңы бар. Кенет жел күшейеді. Қар аралас суық қайта оралады. Дала мұздай тыныс алады. Бұл су жай ғана ауа райы емес, бұл қорғаныс. Құралайдың аман қалуы үшін табиғаттың өзі тосқауыл қояды. Қасқыр да осы сәтте шегінуге мәжбүр. Боран басылғанда далада жаңа тіршілік қалады. Ал әлсіз деп саналған Құралай алғашқы қадамын жасайды. Қазақтар бұл мезетті бекер атамаған. Бұл Құралай сұлулық. Суық емес, бұл өмірді сақтап қалатын жылулық.